Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай бауырдан жасалған ащы салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге алдын ала піскен бауыр қажет болады. Оның үстіне қызыл перецті ұсақтап турайтын боламыз. Ары қарай банкада жабылған огурцымызды немесе корнишон деп айтылады, майда огурцыды қоссақ та болады. Мен перецті жазда тоңазытқышқа сақтаған болатынмын, соны алып қостым. Свежий да қосуға болады. Барлығын соломка қылып турап аламыз. Бұл салаттың ерекшелігі сәл ащылау болады. Чесногымызды өте майдалап теркадан өткізуге болады. Мен өте майда қылып турадым. Достар, менің каналымнан сіздер неше түрлі салаттың, тәттілердің, тағам түрлерін таба аласыздар. Менің басқа да видеоларымды көрсеңіздер болады. Енді чесногымызды салып болғаннан кейін үстіне біз пиязымызды турап салатын боламыз. Пиязды көріп тұрғандарыңыздай ортасынан бөліп ұзынша сақина етіп турайтын боламыз. Яғни полукольца деп атауға болады. Бір пиязымызды турап болғаннан кейін сәл езіп жіберіп салатымызға қосатын боламыз. Бұл бауырдан жасалған салатты біз көбінесе ет алған кезде, қой сойған кезде бауыр қалып қалады. Көбіне сол кезде осы салатты жасасаңыздар тез желініп қоятын болады. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді біз салатымыздың үстіне 9% уксусымызды қосатын боламыз. Ары қарай соя тұздығын қосатын боламыз. Менде осындай түрінде. Ары қарай біз паприкамызды, ащы бұрышымызды, кептірілген тәтті бұрышымызды, қара бұрыш, кориандр, тұзымызды жақсылап саламыз. Барлығын описанияға жазып өтетін боламын, қанша қасықтан салатынын. Барлығын салып болғаннан кейін үстіне қатты қызып тұрған ыстық сұйық майымызды құятын боламыз. Майымызды құйғаннан кейін үстіне тұзымызды сеуіп, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл салатты күнделікті жегенге де, қонақ келгенде дастарханға қойсаңыздар да болады. Менде кинза болған жоқ. Кинзаны сабақтарынан ажыратып қоссаңыздар өте әдемі көрік береді. Сондықтан солай жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.